Қайырлы күн достар, бүгін шайға арналған дәмді әрі оңай жасалатын осындай пирог жасаймыз. Құрамына керек заттар астында описаниеда жазылған. Бірінші жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Осындай болып шығады. Оған сұйық майымызды құямыз. Електен өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышымызды салып, аз-аздан отырып миксерлейміз. Тестіміз осындай қоймалжың болып шығады. Енді формамызға құямыз. Қамырымыз біркелкі болу үшін осылай жасадым. 200 градус пешке 30 минутқа жібереміз. Піскенін білу үшін осындай шпажка тығып көрсеңіздер болады. Пирогымызды жақсылап суытып алдық. Енді мен шпажкамен осылай тесіп жатырмын. Бетіне сәндік үшін, бір жағынан дәміне әдемі болу үшін ерітілген шоколад құямын. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз сәндеу жағы бетіне сахарный пудра сепсеңіздер де болады, болмаса ештеңе сеппей ақ осылай пирогты жей берсеңіздер де дәмді болып шығады. Жасалуы оңай әрі тез бұл пирогтың. Шайға жасап көріңіздер. Сіздермен болған айзада ас болсын.